Ассаламу алейкум, құрметті достар. Алда 12 минут бойы айтатынымыз Карло Анчелотти Реалдан кетті. Бразилияның бас бапкері атанды. Жалпы Реал Мадридте қандай жетістікке жетті? Хаби Алонсо бірінші маусымнан бастап өз жұмысын бастайды. Жалпы командада кімдер кетеді, кімдер келеді, трансферлер туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар жалпы қандай жүйе бойынша, қандай тактикамен жұмыс жасайды, Реал Мадридтің болашағы қалай болмақ? Ендеше бізбен болыңыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз және қоңыраушаны басып қойыңыз. Біздің видеоларды тұрақты түрде тамашалап тұру үшін жалпы комментария жазыңыз, лайк басыңыз. Бұл бізге үлкен қолдау болады. Енді ретімен тоқталып толық айтайық. Карло Анчелотти Реал Мадридтен кетті. Кеше бұқаралық ақпарат көздері толығымен жазып жатыр, Бразилияға кетті деп. Жалпы Карло Анчелотти Реал Мадридке 2021 жылы қайттан келді. Екінші рет келген кезде 4 жыл өтіпті. 4 жыл уақыттың ішінде көптеген жетістіктерге жетті. Дәл осы 2024-2025 маусымда ғана сәл сәтсіз маусым болды деп айтсақ болады. Клубтан кету керек, ауыстыру керек, идеясы бітті, мотивациясы бітті деген ақпараттар және сондай сөздер көп тарала бастады. Карло Анчелотти Реал Мадрид сапында Чемпиондар лигасын, Испания Ла лигасы, Супер кубок, УЕФА Супер кубогы клубтар арасындағы әлем чемпионатын жеңіп алды. Жалпы италиялық тәжірибелі маман, естеріңізде болса 2013 жылдан 2015 жылға дейінде жұмыс жасаған, мадридтіктер тарихындағы ең жүлделі жақсы жұмыс жасаған бапкердің бірі деп айтсақ ол қате емес. Карло көкем білесіздер, топ чемпионаттардың барлығында жеңіске жеткен жалғыз бапкер деп айтсақ та болатын шығар енді. Карло Анчелотти Реал Мадридтен кетіп Бразилияға барғанымен, ол Бразилияда да Реал Мадридтің бір шама ойыншысы бар деп айтсақ болады. Винисиус, Родриго, Эндриктер дәл сол жақта ойнайды. Рафинья бар Барселонадан. Жалпы енді Бразилия ұлттық құрамасы жақсы үміт, жақсы жетістікке жетеді деген ойда. Енді Бразилия құрамасын 2026 жылға әлем чемпионатына іріктеу кезеңіне дайындайды. Алда Эквадор және Парагваймен ойын бар. Енді дәл осы ойынға дайындығын бастап кетеді. Енді Хаби Алонсоға келсек, Хаби Алонсо осы бірінші маусымнан бастап Реал Мадридтегі өзінің ресми түрдегі жұмысына кірісіп кетеді. Ол 3 жылдық келісімшартқа қол қойды. 2025 жылдың маусым айында өтетін клубтар арасындағы әлем чемпионатына клубта дайындайды. Дәл осы чемпионатта Хаби Алонсоның қандай қауқарлы және қандай тактикамен жұмыс жасайтынын көретін боламыз. Хаби Алонсо келген кезде командадан бір қатар ойыншылар кетуі мүмкін. Дәл осындай ақпараттар да бар. Командадан кімдер кетуі мүмкін, солар талқылап көрейік. Жалпы Родриго командадан қош айтысып кетуі мүмкін, себебі бразилиялық шабуылшы, оның командаға қазір көңілі толмайды. Джуд Беллингем, Килиан Эмбаппе, Винисиус солар ойнап жүрген кезде жалпы өзінде негізгі құрамнан көрмейтінін алдында ашық айтты. ESPN басылымының айтуы бойынша ол Арсенал мен Манчестер Ситиден ұсыныс келген оған, жалпы сол жаққа кетіп қалуы мүмкін. Екінші ойыншы Лука Модрич 39 жаста Реал Мадридке беретінін берді. Өмірін арнады, барлығын берді. Енді ол шын айтқанда артына шапан жауып, ресми түрде әдемілеп Лука Модрич көкемді шығарып салу керек. Лука Модрич көкем кешеде көрдіңіздер, ойынын көрдіңіздер. Баяғы Лука Модрич жоқ, қазір кәртейді. Енді шындылай айтқан кезде қоштасу керек, кетеді. Негізі Лука Модрич көкем хорватиялық жартылай қорғаушы. Бұл енді Сауд Арабиясына барып Роналдомен бірге былай айтқан кезде ақша жасау керек қой, ақша. Өзінің өмірінің рахаты үшін ойнап қайту керек қой, жай ғана балдармен барып Роналдо сияқты. Немесе гол ұрып па, рекорд жаңартамын деп па, сондай бірнеңелер жасамаса Реал Мадридте ұзаққа жүрмейді. Ал менің ойымша, жеке ойымша, Лукас Васкеспен қоштасу керек. Неге? Әрдайым оны Карло Анчелотти шығара береді. Қателік жасаса да шығара береді. Васкеспен қоштасады деп ойлаймын. Енді тағы бір қоштасатын ойыншы бұл кетуі керек. Кеше мен көрдім.
кеше мен ғана емес, әлем көрді, сіздер де көрдіңіздер. Оның ойыны, өзі алаңда не істеп жүргенін білмейді. Өзінің командаласымен доп таласып жүрген адамды қалай алып қаласың? Оны Хаби деген ол бірден келіп, сен бізге керек емессің, бара ғой деп айту керек оған. Ол кім деп ойнайсыздар? Әрине Дани Себалос. Дәл осымен қоштасу керек. Естуім бойынша бір жерде оқып қалдым, ол Бетиске барғысы келеді. Бетисіне бара берсін. Жол ашық. Антонимен бірге ойнай берсін. Дани Карвахалға да ол да беретін берді. Капитан болды, жақсы жұмыс жасады. Өзінің беретін нәрсесін бәрін беріп тастады. Енді бұмен де қоштасу керек. Карвахалға да, Модричке де, Алабаға да шапанын жауып беріп, сау болыңдар жігіттер деп айтуы керек. Бұл менің жеке пікірім. Жалпы тағы да енді тактикалық өзгерістер болады. Реал Мадридте Алонсо Байерде сәтті ойын өткізді, жақсы маусым өткізді. Жалпы Алонсоның білесіздер ойын тәртібі 3-4-3 немесе 3-5-2 жүйесімен ойнайды. Дәл Реал Мадридке келген кезде де дәл осындай жүйемен ойын жүргізеді деп ойлаймыз, немесе енді ойыншыларға қарайды. Екі қанатты шабуылшымен де ойнатуы мүмкін. Алонсо тактикалық жүйесіне сәйкес бірнеше жаңа ойыншылар тартуы әбден мүмкін. Бәріміз білеміз, уже Фабринсо көкем, менің ағам, ол Александр Арнольдты Ливерпульдан келеді деп айтты. Алонсоның тактикалық жүйесіне сәйкес бірнеше жаңа ойыншылар келуі мүмкін. Тез айтып тастайын, бізге 12 минут болайын деп жатыр. Александр Арнольд келеді деп айтты. Оң қанаттағы қорғаушы 3-5-2 схемасына тиімді қолдана алады. Байерде жақсы ойнап жүрген Алехандро Грималдо сол қанатты қорғаушы ретінде дәл осы Алонсоның жүйесіне сәйкес дәл сай келіп тұр, дәл соны алып келуі мүмкін. Сонымен қатар тағы да бір ойыншы бар, Бортмундтың ойыншысы, 20 жастағы испандық орталық қорғаушы. Оның жасына қарамастан жоғары деңгейде өнер көрсетіп жатқаны Алонсоны таңғалдырып жатыр. Жалпы командасына қосады деген ойдамыз. Ол Дин Хойсен. Жалпы дәл осы Алонсо өзіне тактикалық тұрғыда қандай ойыншылар керек, солардың барлығын жасап жатыр. Тағы да бір ойыншыны алып келуі мүмкін. Бұл барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Реал Сосьедадта ойнайды. Тони Кросс пен Лука Модричтің кетуімен орта алаңы тұрақтылық қажет, және жақсы ойыншы керек. Бұны Алонсо Зубамендимен көріп отыр, дәл лайықты кандидат екенін біліп отыр. Енді соны алып келуі мүмкін. Жалпы Алонсо келіп Реал Мадридті қаншалықты өзгертеді, Байердегі жетістігін қайталай ала ма? Естеріңізде болса, Алонсо дәл осы Реал Мадридтен шыққан, Карло Анчелоттің қолында ойнаған. Жалпы айтқан кезде келесі маусымда Реал Мадрид өзге Реал Мадрид болып, тура жеңіске жететін Мадрид болып өзгеріп келуіне сенейік. Жалпы Реал фандар, сіздер ренжімеңіздер. Дәл осы жеңілістерден кейін бұл өмір алмай кезек. Кей кезде жеңіс болады, кей кезде жеңіліс болады. Сондықтан біздің де шығып жатқан видеоларымызды қарай жүріңіздер, лайк басыңыздар. Жалпы Алонсоға сәттілік тілейміз. Комментарияға өзіңіздің жоспарыңызда қандай ойыншылар алу керек, кімдер кету керек, сіздің жеке пікіріңізді дәл осы видеоның астына жаза кетсеңіз болады. Ал конкурсқа сұрақ, сіз 3000 теңге ұтып аласыз. Дәл осы сұрақтың жауабын тапсаңыз. Сұрақ бұлай: әлемде бір ғана ойыншы супер алтын доп жеңіп алған. Ол алтын допты кім ұтып алды, және қай ойыншы қай жыл ұтып алды? Кім деп ойлайсыздар? Комментарияға ең бірінші болып жазып, дәл осы видеоға лайк басып, тіркелген адамға, шарттарды толық орындаған адамға біз 3000 теңге сыйлайтын боламыз. Ендеше не тұрыс? Комментария жазыңыз, сұрақтың жауабын табыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше біздің арнаны қолдаңыз.